Hey, бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадегізет. Бүгін менде бір ерекше видео болайын деп тұр, себебі сіздер мұна менің артымда тұрған достарымызбен бірге салған үйді бүгінгі видеода көретін боласыздар. Ал ендеше кеттік. Бұл үй қалай салынғанды айтайын. Бұл үй біз басында достарымыз екеуміз, яғни үшеуміз бір үйде қысылысып кетіп, осындай үлкен үй салған болатынбыз. Бұл үйді салғанымызды қазір алдағы видеода көретін боласыздар. Екінші этажды, в общем, достар, біз екінші этажды енді істейін деп жатырмыз. Бұны бірінші этажды сіздерге көрсетіп берейін. Бұлай кішкене өзгерттік, бұлай блоктардың қосып, сәл алды қарап созып, аты слишком кішкентай болып кетті. Екінші этаж жасылға бергесендерші, бөлем. Блок па? Қазір күте тұрыңдар, бөлем. Балаларым қазір сендерге бөліп берем ол мен. Сендерге бермегенде кімге берем мен? Ранатурыға. Берін ол? Анама бөлші. Басып тұрасың. Әке өзім бөлім. Қазір оны ойланып, блоктарға сәйкестендіріп шешеміз оны. Мына жерді бұзып тастау керек, мына жерді кішкентай болып ма? Аулау ма? Құртақандай ма? Күте тұрна мен бөлмені бөліп алайын. Ерден бұлай кішкене бөлсек. Екінші этаждан екі бөлме болсын. Үшінші этажға бір бөлме қыстырып жібереміз ол. Екі бөлмеде боласың. Сонда екі бөлме қалай сонда ол? Екінші этажға екі бөлме, үшінші этажға екі бөлме. Болды, түсіндім. Так, бұлай. Қаш. Узбек Pro Max. Балконды үшінші этажда істейміз ол? Иә. Так, мына жер осылай болса. Блок. Оның төбесін қалама әлі. Оның қазір өзім берем ол блоктарын. Мана бөлме сәл не үшін болып қалды ма, или қалай? Мына жақта мысалы компьютерларын тығып жіберсе, мына жақта жататын болса. Қайсысында терезен ма? Бір түрлі. Мына жақ ашық па? Так. Алып тастасай, әлі толтырмаймыз ғой. Ема қатып кетті менде. Қалай? Жаңбыр тоқтат жүрек десесің. Одан да битсек та? Мына жақты кішкентай бір терезе қойып қойса ғой, нәйірі. Даже нәйірі терезе де керек емес қой, нәйірі. Нәқтан келіп. Бір жерден кіре алмас онда? Онда лесенші шығатын жерін сәл кеңейтейік. Нормально ғой, мені істеп қойдық қой. Кемпірді білмейтіндесің. Саға? Кемпірлер. Ой, балдарым деп түркелі. Қалай ішінде арып деп? Қазір мен сендерін баштарынан ұрам деп. Таяғым қақтып тұрып беріп. Оны көтерме. Бұл жерде қазір ағаш түседі ғой. Полы. Қалай болып қалды айш? Терезен сәл аққылайға терезелерді.
Асты ақ қой. Ақ қауып сырты қой. Жеге бітеміз. Мына бөлмелер сәл кішкентай болып қалды иә? Андай. Жеге бітеміз ау. Жеге. А? Жаптық. Жаптың ба? Енді қара. Ердің креслосын ба? Кішкентай оқылады. Тәпешек қоямыз әлі оған. Бит қойсын. Жоқ, қазір күте тұр. Менде бір идея келіп отыр ше. Ол шына бөлменің кішкене тағы да бір-екі рет кішірейту керек па? Или нормально ма? Қақтырды. Нері бір блок болып қалды ғой. А, типа мына жер жауып қоямыз ба? Қазір күте тұр. Мына жақта зато мына жерде біреудің компы болады, енді бөлеміз ғой қазір бөлмелерді ше. А мына жақта болса соның жататын жері болады. Не мына жер ешкім кішкентай болып қалды. Алып таста. Қайсыны? На стену ма? Анау екеуін екі бөлек жерге қойып қойық. Тоқта мен мынаның үстінде бөлмелерін полностью бұзыңдаршы. Қайсысы? Лестницаны ма? Соны бұза берсей полностью. Бірақ не есіктер болмайды бұлай, ашық тұрады. Эндермен жұмыр не міне? Ой, саған сар екен ғой. Есік ба? Қазір полностью алып тастайық мен бөлемін ғой қазір. Лестницаны тағы да бір-екі блокқа бұлай артқарып тартамыз қазір. Наны ма? Тартамыз. Қазір күте тұр. Менде идея бар. Алып таста. Алып тастаймыз. Қазір күте тұрмын. Бұны алып таста. Бұлай Ансар енді өзінің бөлмесін осылай бөліп алды. Анарбайдың бөлмесі. Не пеш қойып болады. Бөлмеңде тамақ пісіресің ба не? Үш орындық Қой, үш орындық. Мен өз бөлмемді істей берейін. Ансар сен есік қойып ал, менде есік жоқ болады. Жоқ, короче. В общем, достар, міне біздің үйіміз осылай біткен болатын. Енді кішкене бактар болатыр. Ол болады, енді любой телефонда болып тұрады. В общем, осылай үйді бітірдік. Міне үйіміз кішкене жақсы болып қалды деген. Газ бірінші этаждан бастаймыз. Үй енді жалпы жақсы. Бірінші этажы осындай кілем үшін. Мына жаққа барсаңыздар, енді кухня кішігірім. Ал мына жақта тамақ ішетін жер. Яқта қалпағын омау киім. Мына жақта да тоже сондай. Ал мына жерде болса, біздің ванна, душ ваннамыз сондай. Жауып қой есікті. Мына жақпен бұлай барсақ екінші этажға шығатын жер. Ал бұлай барсақ екінші этажда мына жақта Анарбайдың бөлмесі, Нұрислам, яғни соның бөлмесі мұнау. Компьютерлері, мұнау заттары, мұнау кітаптары. Ал мына жақ енді біреу келіп атса, кішігірім бір минимализм бөлмесі істеп береміз. Ал енді мына жаққа шықсақ, мына жер қазір видео аяқтауға дайындалған жер бұл. Мына жақ болса Ансардың бөлмесі. Кейін үйді ремонттаған кейін созамыз осы көзе. Мұнау енді менің бөлмем. Мұнау менің бөлмем, енді осындай кішкентай болса да, бірақ мына жерде жататын картинкалар, мына жерде киімдерім, мынау картинка тағы да. Егер бір гүл бар, кітаптар бар. Бұлай барса, жерде диван бар. Жерде, в общем, видео түсіретін жеріміз бар. Достар, в общем, біздің
қалай айтсақ болады, енді үйдің атауын өздеріңіз жазып кетіңіздер, бұл үйге қандай ат қойғанымызды, және де бұған 10-нан қанша балл беретіндеріңізді де айтып кетіңіздер. Мен төрге отырып алайын. Ақсақалмын мен. Так, достар, в общем, сіздермен болған мен Мади Гизет, және де ал ендеше достар, келесі видеода келескенше сау саламатта болыңыздар. Давай на торт мен жеп тастайын. Ал ендеше давайте, достар.